Жалпы өзіміздің анамыз 17 жаста тұрмысқа шыққан. Сымбатты дәл мамасының жолын қайталап тұр ғой. Просто жаңа папаны танитын болғаннан кейін жан-жаққа шығарып күшті хайп жинап жатқан түрлері ғой. Қазақта жалпы кетем деген қызды ешқашан ұстамаған. Конечно, біз де кішкентай көреміз. Просто енді қыз солай таңдауым жасадым, шешім қабылдадым деп тұрса, ешқандай бұл деген папа тек бірден бере салған жаңағыдай рұқсат мәселе емес. Жан жақтарымен бүткіл туған ағалары бар, аға папаның қанша бізде қандай имамдармен ақылдасып, жан жақтан әжесінен рұқсатын сұрап, жауабы осы болды. Беру керек, бағын байламау керек, қыз кетем деген кезде ұстамау керек деп. Ертеңгі күні ол жігіт басқаға үйленіп, бұл қыз басқаға тұрмысқа шығып, өмірлер дұрыс келіспей, или мысалы бір жағдайлар болып қалған жағдайда бармаңыз деп қалмау үшін әр адам өзін таңдаған кезде ұстамау керек деп, сөйтіп бәрінің сөзі осы болған болатын. Настроениемді біраз түсірдім. 9-шы сынып енді бітірген қыз, Абай бегеннің жаңа 15-тегі қызы дегенде, ол давно экзамен тапсырып, КРМУ-да студент адам. Прям аспаннан түскендей болып андай болғанда. Мына жақта шикон жынданып жатыр. Ерте кетсе, ерте кетті дейсіңдер. Кеш жүрсе, шикон қашан деп маған тиісесіңдер деп. Әр адамға негізінде шынымен бақ әртүрлі уақытта қонады. Әркімнің өзінің теңі бар. Сол үшін либо жақсы сөйле, либо вообще сөйлемеді. Просто такта андай гнойларыңызды шашпай. Енді бұл именно тек хейт қойып, жаңағыдай хайп қойып, хейтер адамдарға арналады бұл сөзім. Ал жақсы тілектерін білдіріп, Сымбатқа бақыт тілеп, қолдап жатырған жандардың барлығына осындай той жығысты болсын. Сіздердің де қыздарыңыз, өсіріп отырған ұлдарыңыз келін алып келіп, қыздарыңыз жақсы жерге тұрмысқа шығып, сіздерді қуанта берсін. Үйге келін болып түскеннен кейін ботақаным деп атап кетемін, еркелетемін. Өзімнің қызымнан, өз балапанымнан артық көрмесем, кем көрмеймін. Бірнеше күннен бері шапқылап жүрміз той деп. Мал баланың шашуы дейді. Мен барлық жиған тергенімді балаларыма, солардың тойына шашатын адамын, солардың болашағына шашатын адамын. Сымбат ерте кетіп жатыр. Келін болуға әлі дайын емес. Сымбатқа менің ботақаныма тұрмысқа шығуға рұқсат берсе, оны тек қана біздер ата-аналар шешеміз. Как будто Сымбатты ата-анасы түрмеге, бір ел көрмейтін жерге жер аударып жіберіп жатқандай. Келіндік өмір түрме емес. Келініміз, Сымбатымыз, менің ботақаным да болашақ стоматолог мамандығына оқуға түсті. Мұстафа екеуі Алматы қаласында бірге оқиды. Сіздерге айтарым, келін баламның қасында боламын. Сол жақта оқуына көмектесемін, жайғастырамын. Біздің Алматыда үйіміз бар, сол үйді реттестіреміз. Сол жақта өздері студенттік өмірін жалғастыратын болады. Ой, Сымбат деген кішкентай ғой, бала ғой, оны ертең жұмсап қояды, оны бір көріп жатсыздар да, солай ойлап жатсыздар. Енді мен неше күннен бері шапқылап жүрміз ғой. Ішімде мен айтып жатырмын. Болды. Енді күліп сөйлейміз. Барлығы күшті, барлығы ойдағыдай. Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір.